Сәлеметсіз бе? Әңгіме сүйер тыңдарманым. Каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Болған оқиға. Шырайлым отбасында 3 қыздың кенжесі. Алдындағы 2 әпкесінің екеуі де оқу озаты. Шырайлым бөлек. Сабаққа ынтасы төмен. Тіпті мектепке барғысы келмейді. Сабақтан қашып кеткісі кеп тұрады. 10 жасқа толған шағынан бастап ешкімнің ойына келмейтін бір затқа үйір болды. Ол арақ еді. Үйде қонаққа деп алып қойған шыны бөтелкелер Шырайлымның көзіне оттай басылып, өзіне шақырып тұратын. Анасы көпшіл, аптасына 1 рет қонақ шақыратын. Сондай кездері дастархан басына міндетті түрде ақтан 1, қызылдан 1 шөлмек қойылады. Дастархан жинар кезінде Шырайлым қонақтардың ішіп тауыспаған рөмкелерін шетінен қылғытып, қызара бөртіп жүретін. Бұны байқап жатқан тірі жан жоқ. Тіпті қонақтармен арқа-жарқа болған анасы да дастархан жанында жүрген қызына көз тоқтатып қарамапты. Шырайлымның араққа әуестігі содан бері артпаса кемеген емес. 11 сыныпқа жеткенде тіптен арақтың қай түрін болса да қиналмай ішетінді шығарды. Терең құдық сияқты жұта береді. Не анасы, не әкесі кенже қызының бұл қылығын білген емес. Арақ ішетін қызға темекі бұйым ба? Темекінің де түр-түрін будақтатып жүре беретін. Қызым үйде, қылығы түзде. Анасы Шырайлымның түздегі қылығынан бейхабар. Керісінше қызын қатты мақтан тұтатын. Анасы мен әкесі күні бойы жұмыста. Бұлардың шалт еткен оқыс қадамдарын көтере алатындай халде емес еді. Әсіресе анасы үйдегі шаруа істелмесе де, шыңғыртып 3 қызды бірдей көк шыбықпен сабайтын. Шырайлымды анасы алдыңғы 2 қызына қарағанда өжет, кез келген ортада сытылып шығып, сөйлеуге ұялмайтын қайсар деп ойлайтын. Шын мәнінде Шырайлым көбіне шала мас күйде жүретін. Арақты жастайынан ішкен соң ағзасының үйреніп кеткені соншалық арақсыз жүре алмайтын күйге жетті. Мектеп бітірген соң Шырайлым оқуға түсе алмады. Бар жинаған біліммен колледжге тапсырды. Шырайлымның хикаясы енді басталғандай еді. Бой жеткеннің араққа әуестігі үдей берді. Қолына түскен ақшаның көп бөлігін араққа жұмсайтын. Ащы судан ұрттамаса өмір сүре алмайтын халге жетті. Әсіресе Шырайлым туралы хабар жігіттердің арасына тез тарады. Алғаш рет студенттердің кешіне барған. Таныс емес жігіттердің ортасында билеп жүрген біледі. Ар жағы есінде жоқ. Көзін ашса, лыпасыз күйде біреудің төсегінде жатыр. Төсекте 1 жігіт, жерде 3 жігіт жатыр. 4-еуін де танымайды. Мен қайдамын деп шошыды Шырайлым. Ащы судың кесірінен пәктігінің кімнің борбойында кеткенін де білмейді. Бұл жерден тез қарасын батыруға асықты. Жылдам киініп, бұтын ауырсынып, сүйретіліп пәтерден шықты да жүгірді қыз. Жылап келеді. Арақпен бірге ақылымда да іштім-ау. Әкеме не бетімді айтамын? Анамның көзіне қалай қараймын? Деп өзінен өзі жеркеніп, жатақханаға жетіп жығылды. Жатақханада бірге тұратын қыздар Шырайлымды көре сала бір-бірімен пыш-пыш етіп сыбырласты. Бөлмесіне кірді де бүркеніп жатып қалды Шырайлым. Келдің бе? Деді бірге тұратын қыздардың бірі Тоты. Келдім, не болды? Деді Шырайлым. Кеше 4-ші курстың жігіттерімен кетіп бара жатыр едің ғой? Сені айқайлап шақырдық, бізге қарамадың, деді Тоты. Шырайлым үндемеді. Басы мең-зең боянды. Арақ, деп өз денесі өзіне дұшпан боп, ағзасы ащы суды талап ете бастады. Қалтасына көк тиын жоқ. Сөйтіп, жаны қиналып жатыр еді. Телефонына хабарлама келіпті. Сәлем сұлуым, есік алдына шықшы, деп жазыпты бейтаныс біреу. Кешегілердің бірі болар, деп топшылады Шырайлым. Үсті басын реттеп далаға шықты. Таныс әрі бейтаныс 4 жігіт тұр еді. Кешегі 4-еу екенін жазбай таныса да, аттарын есіне түсіре алмады. Шырайлым жүр, саған сыйлық дайындап қойдық, деп жылмыңдады біреуі. Екіншісі қалтасынан шөлмектің мойнын жылдың еткізді. Шырайлымның көз жанары жарқ ете түсті. Арақ. Шырайлым үнсіз ілесті. 4 жігіт кешегі пәтерге келіп, уылжып тұрған бойжеткеннің жас денесін жәукемдеді.
Ойларына келгенін істеп болған соң, бір шөлмек арақты ашты да қыздың аузына құя бастады. Шырайлым көзін жұмып алып, тамсана жұтты. Бұл үшін тәтті шырын сияқты рахаттана қылғыта берді. Осылайша Шырайлым осы колледждің түнгі көбелегі атанды. Жігіттен жігітке өтіп жүріп, өзінен 30 жас үлкен Айбармен танысты. Айбар кәсіпкер. Сол жердегі бірнеше мейрамхананың иесі, өңірге аты шығып үлгерген Шырайлымды бір көрмекке бекінген. Бұған дейін тек араққа арын айыры бастап келген қызды өзіне шақырып алып, былай деді: «Мен саған әр түн сайын $100 төлеймін. Бірақ сен менен басқа ешкімге тиесілі болмайсың». Шырайлым қуана келісті. Сөйтіп қыздың қалтасында ақша пайда болды. Бірінші курс аяқталып, бәрі ауылдарына демалуға қайтты. Шырайлым да әке-шешесін сағынған еді. Ауылға келген қызды тіпті өз анасы әрең таныды. Үстінде қымбат киім, бренд сөмке, беті аппақ, ажарлы ару одан әрмен сұлулана түсіпті. «Шырайлым» десе Шырайлым деп анасы қызын бауырына басқанда, қызының үстінен шыққан қымбат иісу бүкіл үйді алып кетті. «Әкешім, анашым, мынау сендерге әкелген сыйлығым», деді де қыз қалтасынан бір бума ақша шығарып, үстелдің үстіне тастады. Анасы жылап жіберді. «Қызым-ау, бұл ақшаны қайдан алдың?» деді анасы. «Жұмыс істедім, анашым». «Қандай жұмыс істедің, жарығым?» «Оны қайтесіңдер? Әйтеуір дұрыс жұмыс. Анау ақшаны алыңдар да қажеттеріңе жаратыңдар», деді Шырайлым. «Адам болды деген осы. Әрдайым екі қызды мақтайтын едім. Ерке қызым бәрінен озды, міне», деп мақтанды анасы. Шырайлым бұл жолы да ешкімге қылығын білдірмеді. Тіпті сыныптастарымен жиналғанда да сыр білдірген жоқ. Бұл күндері қыздың бойындағы арақ құмарлығына тағы бір әдет жабысқан. Ол нәпсі еді. Еркек кіндіктіні көрсе, делебесі қозған бақсыдай құтырынып, әлгіні өңгермейінше тыныштық таппайтын. Шырайлымның үйіне бір бума ақша әкелгенін, еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін бәрі естіді. Шағын ауылда жақсылықта, жамандықта тез тарайды. Ауылда көп болған жоқ. Бойжеткен қалаға қайтуға асықты. Қалаға келген күнінен бастап, баяғы әдетіне қайта басты. Айбарды місе тұтқан жоқ. Біле қоймас деп жас жігіттермен кездесе бастады. Қайдан білгені белгісіз. Келесі күні-ақ Айбар Шырайлымға келіп: «Сен енді боссың», деді де жалдамалы пәтерден қызды шығарып жіберді. Шырайлым табыссыз қалды. Бір жағынан шалдан құтылғанына қуанды. Екінші жағынан батпан құйрықтан айырылғанына қынжылды. Бұрынғыдай шалқып тасып жүретін Шырайлым жоқ. Сүмірейіп жатақханасына қайта келді. Шырайлым енді шынадасты. Ар-намыс дегеннен жұрдай боп, көрінгеннің жетегінде кете беретінді шығарды. Қыздың атағы басшылыққа дейін жетіп, басшылық бір күнде шешім қабылдап, Шырайлымды оқудан шығарып тастады. Еркіндік алдым-ау деп терең тыныстады қыз. Сөйтті де жезөкшелер жиналып тұрған көшеге қарай беттеді. «Менің орным осы жер». Шырайлым жезөкше атанды деген хабар ауылдағы әке-шешесінің құлағына жетті. Бұл күндері қыз тіпті ешкімнің телефонын көтермейтін болған. Туысқандарынан бөлініп, қараңғы өмірін сүріп жатты. Ойын күлкі ұзаққа созылған жоқ. Бірнеше айдан соң Шырайлым жатырын ауырсынып, дәрігердің алдында отырды. «Қай жеріңіз ауырады?» «Жатырым, ішім қатты ауырады», деп жыламсырады Шырайлым. Дәрігер бірнеше күн тексерді. Жатырына жазылмас жара шығыпты. Емі біреу ғана. Жатырын түгел кесіп алып тастаса ғана, Шырайлым құлантаза айығып кетеді. Егер бұған көнбесе, жарасы ұлғайып, бүкіл денесіне тарап, соңында іштей іріп-шіріп, ажал апанына бірақ құламақ. Шырайлым сонда ғана әке-шешесін есіне алды. Көп асқанға бір тосқан. Шырайлым көп қиналды. Дерті дендемей тұрып жатырын алдыртпасқа амалы жоқ. Сонда мен өмір бойы ана атан алмаймын ба? Деп жыламсырады ару. Аурухана қабырғасына жатырын тастап шықты қыз. Жатырмен бірге
ана атанам деген жүрек түкпіріндегі арманын бірге тастағандай еді. Бұл енді ешқашан сәби сүйе алмайды, ешқашан. Бәрі сенің кесірің деп пәтеріне келді де, сөреде самсап тұрған шөлмектерді бірінен соң бірін жерге лақтырып сындырды. Сөйтті де ең соңғы сынбаған шөлмекті бұрап ашып, басына төңгере құйды. Рахаттана жұтты. Шырайлым тағы да масаң күйде тәлтіректеп далаға шықты. Күні кеше пышаққа түсіп шыққаны есінде жоқ. Есуас адамша арақтың буымен сүйкімсіз ыржалаңдайды. Шырайлым көшедегі сәкіде ұзақ отырды. Бұл жағдайға қалай түстім деп өзінен сұрады. Арақ бұның тәтті кезеңін, жастық шағын ұрлады. Өткен кеткен адамдар сәкіден түрін әжім басқан, түстері сарғайып, шашы киізденген, үсті басы жұпыны алқаш әйелді көрді. Бұл бейшараға тиын тастама, ішіп қояды. Түрін көрсейші, алқаш қой, деп естірте айтты жұрт. Әке-шешесі қарабет қыздарын сәкіде шаламас күйінде отырған жерінен тапты. Біздің сенде қызымыз жоқ, деп адам кейпінен айырыла бастаған қыздарынан екеуі де бас тартты. Шырайлым сақылдай күлді. Сендер білесіңдер ме? Арақты сендерден үйрендім. Мына екеуіңнен, деді тілі бұратылып. Ей, жүз қара, бетімізді аймаңдай қылдың ау сорлы. Анасы өз көзіне өзі сенбей ұзақ жылады. Әкесі намыстан өртеніп кетердей қалшылдап тұр. Екеуі де жерге кіріп кете жаздап, қыздарының мұндай халін көрсе де көңілдері сене алмады. Іштен шыққан шұбар жыланды жамандыққа қимады. Менің өмірім осымен тәмам. Мені іздемеңдер, деді Шырайлым. Шырайлымның жүзінде шырай қалмаған. Ащы су қыздың сұлулығын, жастығын, ана болу бақытын ұрлады. Шырайлым үшін өмірдің мәні жоқ. Болмағанда сыңайлы. Ей, адамдар, өмірлеріңді бағалаңдар. Мен сияқты нәпсінің құлы болып адаспаңдар. Мына фәниге не үшін келдім? Сендерге жалғанның қызығы нәпсі, ащы су емес екенін түсіндіру үшін келген шығармын. Менің атқарып жүрген қызметім осы болар, бәлкім, деді Шырайлым көшенің қақ ортасында қисалаңдап келе жатып. Аузы басы ісініп, алдыңғы тістері түсіп, үстінен сасық иіс мүңкіген Шырайлымға адамдар шошына қарайды. Сендер сенбейсіңдер, менің әке-шешем бар, бірақ олар менен бас тартты. Бәрі менен бас тартты. Үйткені алқаш Шырайлым ешкімге керек емес. Мына арақтың дәмі бөлек қой шіркін. Мен бұл өмірде көп жүрмеймін. Кетем ертең. Анау жаққа, деп аспанды нұсқайды келіншек. Бұның әңгімесін тыңдап жатқан бір жан жоқ. Жанына полиция көлігі зыр етіп тоқтады да, «Ей, бомж, бергел», деп бұйыра айқайлады. Шырайлым естімеген боп өз жөнмен кете берген. Екі полиция екі жағынан бас салып, мойнынан бұрап, көлікке отырғызды. «Мынаны жындыханаға апарып лақтыр, қаланың сәнін бұзды», деді полиция. Әп сәтте көлік жеткіп жындыхананың алдына тоқтады. Бұны көліктен күштеп түсірді де жындыхананың ішіне кіргізді. Шырайлым қанша араққа салынса да, бұндай жерге өзін лайық көрмейтін. Қанша дегенмен ананың ақ сүтін еміп өскен ауылдың қыз емес пе? Бұндай жердегі тозақты естіген болмаса, көрген емес. Мен алып кетіңдер бұл жерден. Түзелем, адам болам, деп ышқына айқайлады Шырайлым. Кешеді. Бұның сөзін ешкім тыңдаған жоқ. Қане, дәріні бер, деді де әйелді егіп ұйықтатып тастады. Арада бірнеше күн өткенде палатадан Шырайлымның асылып тұрған өлі денесі табылды. Қыз бір тілім хат жазып қалдырыпты. Қымбатты анам, қадірлі әкем, мені кешіріңдерші. Сендерді сондай жақсы көремін. Сендерге лайықты қыз бола алмағаным үшін өте ұяламын. Өмірді қайта берсе, бұлай сүрмесем. Бала шағымнан араққа әуестігім мені осы жолға амалсыз түсірді. Арақ болмағанда дәл қазір жайнап, жадырап жүрермем. Азғантай өмірімде нәпсінің құлы болдым. Өмір ойыншық емес екен. Өзімді жағаға атып ұрды. Тағдырдың ережесіне сай бола алмадым. Арақ дегенмен шын мәнде жанымды не мазалайтын айтайын ба? Жаныма мейірім,
махаббат жетіспейді. Сендер менен бір сәт пікірімді сұрадыңдар ма? Әйтеуір әрқайсың өз-өзіңмен әлексің. Мені тәрбиелемейтін болсаңдар, неге тудыңдар? Мен сендерден өмір сұрадым ба? Екі әпкемдей болмағаным үшін сендерден талай рет таяқ жеп өстім. Неге мен оларға ұқсауым керек? Мен ойы, көзқарасы басқа жеке адам емеспін бе? Бұл өмірде мені ешкім түсінген жоқ. Еш қайсыңды кінәламаймын. Кешірдім. Я, мен адастым, жаза бастым. Қателестім. Бәрі үшін өкінемін. Сәлеммен, Шырайлым. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңыз рахмет. Төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.